Сәлем достар, бүгін мен сіздермен мясной пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, су, сұйық май, тұз, разрыхитель қажет болады. Ең бірінші бір стакан жылы суымызға бір шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды қосамыз. Ұнымыздың жартысын салып, үстінен бір шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды жарты-жартыдан салып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, себебі қамырларыңыз қатты болып қалады. Жарты-жартыдан салып отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, картоп, пияз, асқабақ қажет болады. Асқабақ міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ең бірінші 2 картопымызды тазартып, осылай видеодағыдай етіп, майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Картопымызды турап болғаннан кейін пиязымызды да дәл солай етіп майдалап 4 бұрыштылап турап аламыз. Бір пияз қоссаңыздар жетеді. Менің пиязым кішкентай болғандықтан 2 пияз қолдандым. Пиязымызды турап болғаннан кейін асқабағымызды да дәл солай етіп 4 бұрыштап турап аламыз. Асқабақ қоссаңыздар өте дәмді болып шығады пирогтарыңыз. Міне біз барлығын турап болдық. Енді оның үстінен тұзымызды, бұрышымызды қосып араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп дөңгелектеп, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте тез жайылады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін астына пергамент қағазын салып, үстінен салмамызды саламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырдың екінші бөлігінде дәл солай етіп дөңгелектеп жайып аламыз. Бетін жауып, екі шеттерін бекітіп, тура осы видеодағыдай етіп шеттерін өріп шығатын боламыз. Енді бетіне бір жұмыртқаның сарысынан бір шай қасық сүтімізді қосып, пирогымыздың ортасын осылай тесіп аламыз, ауа кіріп жақсылап пісу үшін. Одан кейін жұмыртқамызды жағып, үстінен күнжіт себуді ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп дайын болды. Өте керемет жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.